Бет терісі жылтыр болсын десеңіз, аш қарынға су ішіңіз. Ең алдымен менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Кішкентай кезімізден қызыл күрең шай ішуді әдетке айналдырдық. Анамның таңертеңмен қайнатқан самаурынның шайы біткенше дастарханнан тұрмаймыз. Өсе келе шай ішпесек басымыз ауыратын болды. Бірақ осы шайдың зияны шаш етектен екенін кейін білдік. Ағзадағы барлық пайдалы затты жуып, асқазан мен ішекке шлак жинайды екен. Оны денеме шыға беретін жараны тексертіп жүрген кезде білдім. Содан дәрігерлер күніне бір шыны шайдан артық ішпеу керектігін айтты. Денсаулығым үшін дәрігердің дегенін жасадым. Алғашқыда қиын болды. Шайдың орнына су ішуді үйрене бастадым. Күнде таңертең аш қарынға бір стақан жылы су ішу бұлжытпай орындайтын әдетіме айналды. Шын мәнінде бір айдан соң ақ керемет нәтижесін көрдім. Денемдегі жара кетіп, бет терісі ағарды, тегістеліп, жылтырай бастады. Қанша уақыттан бері мазалап жүрген ауруымның емін судан тапқаныма қуанамын. Су тұз теңгерімін сақтайды. Зат алмасуды реттейді. Ағзадағы улы токсинді шығарады. Қан тамырларын, асқазан, ішек жолдарын тазалайды. Тері, шаш пен тырнақ саулығын жақсартады. Артық салмақтан арылтады. Ал егер күнде аш қарынға жылы су ішсеңіз, бауыр мен бүйректің жұмысы жақсарады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын аласыз. Ағзаны қуаттандырады. Су адам өмірі үшін де, денсаулығы үшін де өте маңызды. Әсіресе аш қарынға ішкен судың пайдасы. Ұшан теңіз. Судың жеткіліксіздігінен біздің ағзамыз, соның ішінде ми қатты зорығады. Сондықтан да су ішуге дағдылана отырып, түрлі дерттен құтылыңыз. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.